ыстығында жаздың күні, шілденің күннің қайнап тұрған кезінде жаңағы сапарлап жол жүріп келе жатып, бірінші үйге кіріп бүйтіп айғайлап тұр дейді. Ай, бұл үйде біреу бар ма? Енді үлкен кісі ғой, шөлдеп, күн ыстық. Бұл үйде біреу бар ма? Десе бір кішкентай бала шығып тұр дейді. Ата, үйде мен ғана, менен басқа ешкім жоқ. Ой, айналайын, құдай қонақпын, су бер, су деп. Сөйтіп жаңа кішкентай бала айтты. Ата, үйде қымыз бар, қымыз жес па деп. Ой, жарайды, қымыздан асқан сусын бар ма, алып кел деп. Сөйтіп жаңа кішкентай бала үлкен ыдыспен қымыз алып кеп берді. Атамыз ішіп алып, ой, рахмет, көсегенге көрсін. Бұл не деген көп қымыз десе, жаңа кішкентай бала айтады дейді. Апам үйден кеткен кезде айтқан, ары бері өткен жолаушылар болса, ана тышқан түсіп кеткен қымызды бер деп айтқан деп жаңа. Сөйтіп, ой деп, ыдысты лақтырып жіберсе жүгірмек деп жаңа кішкентай бала айтады. Ата, лақтырмаңыз, ол менің горшогым ғой деп жаңа. Мына менің қолымдағы тефальды алу үшін ән айтудың, би билеудің, ортаға жүгіріп шығып өлең айту, секіру ештеген қажет жоқ. Менің подписка бөлімдегі достарыма тіркелесіздер деп. Мінекей достар, бәрі әділ түрде өтеді. Менің атынан 2 бутибокс. Бутибокс деген не болады? Не ол бутибокс? Ятсыз нәрсе емес па әйтеуір? Ондай емес па? Қуанышын көрсете алмайтын адамдар болады. Ұялады, қысылады. Бірақ бүгін бір жақсылап тұрып қуаныңыздаршы. Көзіміз жіп болып қалғанша тойлайықшы. Көзіміз жеп болып қойған. Салам алейкум, алейкум салам. Кімсің деп жастар жағы түсініп жатыр енді. Ал Әмірханның тойы құтты болсын. Давай. Күшті. Бұдан да, одан да күштірек. Тағы да. Одан да күштірек. Аха. Ойба! Тағы. Рахмет. Ата, сіз келіңізші, сіз. Сосын тәте, сіз. Сосын Ерболат аға. Жаңа қалай жын ұрып аттыңыздар, тура солай. Солай, жібер маэстро, кеттік ал. Жібер! Хоппа! Тура солай. Мә керек болса, ойба! Жаңа қалай, аха, міне, қараңыздар. Міне, ойбай! Хоппа! Ой, рахмет! Сіз Ерболат аға қуанып атсыз ба, жынданып атсыз ба? Рахмет, міне әрдайым қуанып жүріңіздер. Так, сізде 4-еу, сізде ше 5-еу, е? Сізде 5-еу, аха. 6. Шапалақ ұрайық, 6 бала. Аха. Рахмет, сізде 5 балам, 11 немерем бар. 5 бала, 11 немере. Алла тіл көзден сақтасын, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Так, сізде қаншау? 4-еу. Сізде атам бар ма, жоқ па? Қайсы? Ахметші атам ба? Ой, жігіттің гүлі, қолын ұстап қойған. Жігіттің сұлтаны, мінекей ата. Рахмет. Ата, жұғысты болсын. Аха, жұғысты болсын. Аха, суретке түсіріп ал. Аха, жұғысты болсын. Ата, бір ескі шалбарыңыз бар ма? Мен ырымдап киіп алайын. Рахмет. Енді апалар бала табудан басқа немен айналыстыңыздар деп қойды. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Сіздердің жолдарыңызды Данара ханымға берсін. Осында қыз келіншектерге, жеңгелерімізге берсін. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Көп балалы аналар. Аха. Алағайын туысқандар, мен балаларым тұрыңдаршы орындарыңнан. Міне мен балаларым. Рахмет. Я, а сіз кімнің баласыз? Мамам баласым. Сіздің балаңыз болсам бола ма? Мен асырап алыңызшы. Мен сізді асырап алғым емес, осы халықтар рұқсат берсе қазір алғым кеп тұр. Осы халық рұқсат берсе сізді мен қазір алғым кеп тұр балағым. Е. Болады. Онда подаркаңа көп рахмет. Алла риза болсын. Не алмайсыз ба? Подарка? Алыңыз, аха, рахмет. Бақтапа үйде біреу қалды ма? Барлық балдарыңыз алып келіпсіз. Ағаларға көңіл бөлейік. Арамызда бір тоқал алсам деген бір жүрегінің жүні бар. Ой, жүрегінің жүні бар деп. Жүрегінің түгі бар жігіттер бар ма? Ой, міне. Рұқсат сұраған кетті ойдың. Үйлі үйленбеген ба бұл әлі?
Бар ма? Нұрлан деген. Кім? Нұрлан аға. Сіз ба Нұрлан? Бұл кісі вообще көз бақырайып шоқ қой өзі не болып тұрған. Шығам? О, мені жігіттің сұлтаны, қошемет. Мені. Ай, малар. Жеңгеміз осы жерде ма? Рұқсат бердіңіз ба? Жоқ әлде тыныш отырмай сыйлық алып кел деп жұмсап жібердіңіз ба? Тоқалы бар болсын, со жеңгеммен тең қартайыңыз, кішкене той қызық болсын деп атқаным ғой. Мәңіз. Аха. Тоқалды түсіңізді көріңіз. Хоппа! Эдик Мырза, что там? Давайте, движение, кішкене қосу көріп қой. Эдик Мырза, хоппа! Ай! Хоппа! Ой, рахмет. Эдик Мырза, сізге не болды? Вечерге бірінші рет барғаныңыз қызып? Жоқ, бұл кісінің жаңағы өзінің қол аяғына қараған кезде түрі жақсы билейді екен. Я түрі билеп тұрады екен әйтеуір. Вот, молодец, Данара ханым, Қыдырәлі Болмановтың ойыншықтары ұқсап, кнопкасын басып қойсаң, томпаң еді мінеге. Бір ағамыз өзінің әйелінің иіссуын сеуіп ала береді екен, духиыншы. Сөйтіп әйел айтқан, осы сен есің дұрыс па десе, ағамыз айтады, есім дұрыс болса сен сияқты қатын аламын деп деп. Сол айтқандай мына идеальный Эдик. Идеально. Е әртінен басталу керек. Шуламай біреуің айтындаршы деп отса. Мұғалімдер ұқсапшы, мұғалімдер сөйтетін еді. Жамырамаңдар, сендер көпсіңдер, мен біреумін депші апайлар. Сіз неге далаға шығып келген сайын бетіңіз қалып келіп жатыр? Іштен ақша бермейсіз бе? Технично фук өткізді. Тоқтаңыздар, жаңа кісі ауыр бірдеңе айтып жатыр. Мен миыма ауыр келетін бірдеңе айтып жатыр. Өзіңіз айта саласыз ба? Не айтып жаттыңыз? И превосходно. Сондай. Енді ол кіндік әке, кіндік шеше деген орысша айтқанда пупок мама, пупок па. Сондай бола ма? Сондай үшін. Пупок мама, пупок папа. Қолына жағып жегіз. Міне. Аха, сырттан не ұстап келген Құдай біледі бұның. Апаң мен атаң құлақ қалмасын айналайын. Дай торт. Торт дай, бабушка. Ага. Бабушке дай, потом тебе пенсия дают. Вот. Дедушку дай, дедушку тоже корми. Ага, голодный он. Рахмет. Кім бар, немере сүйгісі келіп жүрген болмаса? Сіздерде немере шөбірлеріңіз көп болсын. Сіздерінде шаңырақ той болсын. Мәңіздер, екеуіңіз нанға қосып ұрып алыңыздар. Аха, битесіз ғой ата. Таң ертең аш қарынға біреу жейсіз деп атса. Рахмет, қол соғып қошемет қойыңыздар. Ал кеттік ал, отырмаймыз. Ойбай, абайлаңыз, ойбай. Сен келесіш, брат, аха. Кореян посол сияқты екен, мына жігіт. Тоқта, нан не қылайық? Гаилер қандай машинаны тоқтатпайды? Гаи, эскалайт тоқтатпайды дейді. Бәрі келді, қошемет ұрайық, билек беңіз секе. Гаилер эскалайт деген машинаны тоқтатпайды. Маэстро жібе. Хоппа. Билеп. Айда. Хоп. Рахмет. Гаи қызметкерлері қандай машинаны тоқтатпайды? Эскалайт тоқтат. Дұрыс емес. Болды, отыра бер. Ал, дұрыс емес. Дұрыс, ортаға билеппеңіз. Қол аяғың жеңіл болсын айналайын. Апаларынан естіп алғаным ғой, қол аяғың жеңіл болсын айналайын. Гаилер қандай машинаны тоқтатпайды? Стиральный машина. Стиральный машинаны тоқтатпайды, дұрыс. Шотал беріп жатыр ғой. Әуремай қоймадың ба? Ят болды ғой енді. Мейлен, ятта болса дұрыс болды ғой енді. Мен бұны өзім алмайым, бұны оқытамда суға ағыз жерем деп қояды. Рахмет.